Сәлем, құрметті оқырман. Менің есімім Айман. 8 жылдан бері осы тігін саласында киім тігумен айналысамын. Егер де сен тігінді жаңадан бастап үйреніп жатқан болсаң, бұл видео саған арналады. Себебі тігінге қажетті басты құралдар туралы рет-ретімен айтып түсіндіретін боламын. Бірінші және маңызды құрал бұл мата қиюға арналған қайшы. Бұны сіз мата сататын дүкеннен сапалы түрін таңдап алыңыз, себебі сізге ол ұзақ уақыт қызмет ететін болады. Және бұл қайшыны тек мата қиюға пайдаланыңыз. Егер де қағаз қисаңыз, басқа да мақсатта пайдаланатын болсаңыз, қайшыңыз өтпей қалады. Одан кейін жіп қиюға арналған мынадай кішкентай қайшы өте ыңғайлы. Келесі бұл сантиметрлік лента. Бұны сіз денеден өлшем алғанда, матаны қиған кезде, матаны өлшеуге пайдаланасыз. Келесі жіптер. Матаның түсіне байланысты жіптерді әртүрлі түсін алатын боласыз. Сосын ине керек болады және булавкілер. Бұл булавкілер прозрачный коробкада тұрады, мата сататын дүкенде сатылады. Және де сапалы түрін алыңыз. Егер де сапасыз түрін алсаңыз, булавканың матаңызда иненің ізі қалады, матаңызда дефект жасайтын болады. Келесі бор немесе маркерлер. Бұны сіз киімді пішкен кезде матаны сызуға пайдаланасыз. Үй жағдайында егер де бор болмаса, мынадай қатты кепкен сабынды пайдалансаңыз болады. Келесі тігін машинасы. Егер сіз тігінді жаңадан бастап үйреніп жатсаңыз, сізге көп функциялы, қымбат, көп мына жерде строчкалары бар қымбат машинаны алып қажеті жоқ. Себебі бізге ең басты керегі тік строчка, егер зигзаг, егер оберловка болмаса, және петля салатын функциясы керек. Осындай примерно 10 шақты тігіс түрі бар, қарапайым тігін машинасын таңдасаңыз болады. Міне тігінге қажетті басты құралдар осы. Алдағы уақытта сіздермен киім тігуге пайдалы болатын мәліметтермен және өз тәжірибеммен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.